Әріптестер, өздеріңізге біздің ферманың бізге беріп жатырған табысын жарнамалауды ары қарай жалғастырамыз. Міне қолымыздағы бар жоғы 2 приложение, Құдай бере саған 2 приложение, міне 9 айдың ішінде не деген табыстардың беріп жатырғанын өзіңізге ары қарай түсіндіріп, көрсетіп, осындай мүмкіндіктерді пайдаланған әрбір адам өзін дағдарыстан алып шығатын мүмкіндіктері бар екенін түсіндіруді, жарнамалауды ары қарай жалғастырамыз. Себебі әр осы платформа туралы информацияны өздеріңізге жеткізген сайын компания бізге одан да еселеп табыстарды беріп жатыр. Енді бәрібір сөйлейтін ауыз болғаннан кейін, тыңдайтын құлаққа жеткізетін бір ауыз болғаннан кейін, осындай табыс беретін жерде әңгіме айтып жарнамалау керек та, бекерге отырып болмайтын нәрсені айтып уақытын кетірмей, еще оның бәрін тегін айтқаннан ешқандай пайда жоқ. Сондықтан араларыңызда осындай мен сияқты именно технологияның тілін өсектейтін адамдар болса, біздің қалай деп айтсам екен, біздің командаға қосылыңыздар. Сіздің әрбір айтқан өсегіңізге бұл жерде ақша төленеді. Сондықтан біз рахаттанып өсек айтып жатырмыз. Ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы біз өзімізге мына жерде сатып алдық қой. Өзімізге мына жерде жаңағы монета сыйымдылығын цифрлы лицензияны сатып алдық қой. Менің дәл қазір өздеріңізге ойбай, не болып кетті, қайта. Мен сіздерге көрсетейін деп отырған жаңағы цифрлық лицензия менің. Мынаны бетеміз. Мынау Maxload деп тұрған осынша монета сыйымдылығы бар лицензияны сатып алғанмын мен. Менің фермам осынша жер тола. Ол мынау монета тұр, мін замороженный 0,0753. Осынша монетаны салып қойып, бір жылдың көлемінде салған монетам түріне қараңыздар, көбейетін монетам түріне қараңыздар. Салған монетам санына қараңыздар, түріне деппін ғой. 0,0753 монета салып қойған мен. Маған келетіні 0,4428. Ары қарай, қазір оны қанша екенін есептеп берем. Бүгінгі курспенші, ең бастысы монетаның санына қарай беріңіздер де, себебі бізге саны маңызды ғой. Курсын кейін сол кезде курспен көбейтіп аласыздар. Курс өссе тіптен жақсы. Ары қарай доступный Maxloadқа қараңыздар. 0,0446 болып тұр, 0,0446. Осынша салсам мен, одан да ары қарай еселеп тауып аламын. Мен оны саламын, себебі менде осынша сыйымдылық бар. Яғни, құрметті біздің бизнес әріптестер, яғни мен осылай салып қоям тек қана. Маған монета айына смарт контракт бойынша, мысалы, мынау менің алғашқы ашқан смарт контрактым. Мынау монета менің заморожені тұр бір жылда, ол қозғалмайды. Бұйырса 10 январь 2023 жылы менің основной балансыма кеп қайтадан түседі, мынау кошелегіме кеп. Оған дейін, мынау замороженный монета, оған дейін маған айына февральдан бастап, бұл январда ашқан фермам екен, февральдан бастап 9 февраль, 12 февраль, 12 март, ары қарай апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Осылай табыс беріп жатыр. Сентябрьде бүгінгі түсті, мен қазір ашып көрсетем оны сіздерге. Бүгін түсті мынау. Осылай табыс беріп жатыр. Сіздер соны лохотрон деп әлі отырсыздар. Қаяқтың лохотроны? Лохотрон бізге айына осылай табыс бере ма? Бұл алдын ала келісіліп қойған тірлік қой. Блокчейндағы келісім шарт, смарт контракт деген. Ашқан кезден бастап сізге айтады: сен маған салшы, мен саған осынша көбейтіп берем деп алдын ала келісіп аламыз. Егер сіз келіспесеңіз, смарт контрактқа отырмайсыз. Келіссеңіз ғана отырасыз. Қараңыздаршы, не деген замороженный монетам бұйырса Құдай маған келетін. Сол осылай маған табыс береді. Баяғы бірінші монетаны қараңыздар, 0,02 болып тұрған еді бағана. Мына жерге түсіп жатырғаны 0,0115 еді. Айына процент доходности фактор минтинга, мен қазір сіздерге, ол мына жерде бар ма жоқ па? Бұл версиясында жоқ деймін менде. Менде осы телефонда обновление болмады, но старый версиясы ғой. Жаңағы айына процент доходности, мысалы біз алған кезде 715% болды, бұл январь айындашы. Одан кейін жаңағы мынаны мен қайда заморозка жасадым, 600
640 болды ма, есімде жоқ. 640%. 715-тен уже жаңағы июнь айын 640 емес, 620 ма, июнь айында уже 620% болды. Мынау смарт контрактылар мен сіздерге айтып отырған. Яғни ертерек смарт контракт ашқан пайдасы 715, кейін смарт контракт ашсаңыз 620 болып қалады. Осылай әр айда түсіп отыр біздің монетаның нарыққа шығарылымы. Яғни сіз ертерек шешім қабылдап әрекет жасасаңыз ғана өзіңізге ертерек табыстың көзін табатыныңыздың тағы бір дәлелі екенін көрсетіп отырмын. Мына жерде уже 7 августте тағы да монетаны заморозкаға қойып, ары қарай табысты осылай тауып кетіп бара жатырмын. Бұның барлығын не үшін айтып отырмын? Себебі маған осылай сіздерге отырып алып өсек айтып отырғаным үшін, мен қазір сіздерге өсек айтып отырмын ғой, негізі тікелей қарапайым тілмен айтқанда. Маған компания ақша төлеп жатыр. Менің әрбір өсегім маған ақша. Сондықтан құрметті мені тыңдап отырған біздің болашақ бизнес әріптестер, осындай жерде өсек айту керек қой айтқан кезде де. Бекерге пайдасыз өсектің не керегі бар? Ешқандай пайдасы жоқ. Сіз айтасыз, сізге ешкім ақша бермейді. Біз сияқты пайдасы бар өсек айтсаңыздаршы. Мына бір ең соңғы смарт контракт осы телефонда. Қанша үйде телефон бар, бәрінде смарт контракт ғой бізде. Бос телефон жоқ. Бос телефондарыңыз болса бізге қарай жіберіңіздерші, біз оған да смарт контракт ашып жіберейік. Бекерге жүрмесін телефондар, бізге ақша тапсын. Яғни 10 сентябрь күні, кеше ғана смарт контракт аштым, келесі жылға 10 сентябрьге дейін. Қараңыздар, ол ары қарай бізге 12 ай бойы табыс береді. Яғни алдыңғы смарт контрактыларым бар ғой менің, мынау алдыңғы смарт контрактым уже бізге қанша? Міне өздеріңізге көрсетіп отырмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ай уже табыс беріп тастады. Ары қарай 4 ай қалды да. Бұл 4 ай бұдан табыс алғаннан кейін, мына жақтағы замороженный монета балансқа түскеннен кейін, ары қарай маған табыссыз қалып кетпейін деп, мен ары қарай мына бір смарт контрактыларды ашып жатырмын да. Өзіңіз көрдіңіз бе? Сонда менің табысым мүлде тоқтамайды, ары қарай жалғасып кете береді. Жанның рахаты ғой мынау. Түсінбеймін мен не үшін рахаттарыңызға өмір сүргілеріңіз келмейтінін. Миды дамытыңыздар да жаныңыздың рахатын пайдалансаңыздаршы. Болды. Жаңағы жандеріңізді қинап болды. Осы уақытқа дейін жүрдіңіздер жандеріңізді қинап. Сол жандеріңіз қиналған кезде табыстарыңыз қай жерде? Сіздің көз алдыңызда тұр ма? Осылай бәрін көріп отырсыз ба? Яғни сіз бұрын жасамаған тірлігіңізді жасау арқылы өзіңізді одан ары қарай табысқа шығаратын мүмкіндіктеріңіздің бар екенін тағы да естеріңізге түсіріп, біздің компанияның мүмкіндігін өздеріңізге ұсынып, өздеріңізге компанияның жаңағы біз үшін қызмет жасап жатырған, ол енді компания өз үшін әрине қызмет жасап жатыр ғой, бірақ енді жаңағы бізге үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Мына транзакция деген бағытын алыңыз. Әрбір кірген шыққан ақшаларыңыз, пожалуйста, осылай көрініп тұрады. Ашасыз үстінен басып, көріп отырасыз, қай адрестен келіп түсті. Мысалышы, қай адрестен келіп түсті. Қанша жаңағы қай күні түсті, қанша монета түсті. Барлығын көріп отырасыздар ғой. Неге сіздер осылай өздеріңіздің миларыңызды дамытып, ой саналарыңызды, ой өрістеріңізді дамытып, табыс тапқыларыңыз келмейді? Неге сіз жаныңыздың қиналғанын қалайсыз? Қинамаңыз жаныңызды, рахатыңызға өмір сүріңіздер. Сіздер үшін компания барлық мүмкіндіктерді беріп жатыр. Қарапайым халыққа пайдалансын, көрсін, өзінің табысын еселесін деп. Сіздер әлі де болса ойланып отырсыздар. Лохотрон ба, пирамида ма деп. Жоқ жерден. Анау не дейді? Анау кетіп қалған бәлені бер қарай шақырып отырсыздар да. Кетіп қалған бәле кете берсін. Баяғы жоғалған ақшаларыңыз ол кетіп қалған бәле деген. Бәле жаланың бәрі соман кетсін. Ең бастысы қазіргі міне монетаның құны 4350 болып жатыр екен, 4350 кезінде наоборот алып смарт контракт ашып тастаңыздар. Ертең монетаңыз айына сізге монетада саны көбейе береді. Бұл әрбір транзакциядан бұның санын азайтып жатыр ғой негізі Алекс Райнхард, біле білсеңіздер. Оның саны азайған сайын сіздерге минус. Мысалы қазіргі таңда менде уже $64 түсіп тұр екен. $64 мақұл. Бұл ең азы деп елестетейік та, $64 бүгінгі таңда калькулятормен салып есептеп жіберейік қанша түскен. $64 аламыз да 460-қа көбейтіп жібереміз. 29 мың, 30 мың. Міне бүгінгі менің табысым 30 мың. Жоқ дегенде. Кім береді мына 30 мыңды? 5 мыңға таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасап жатырған қанша адам, уақытында өзім де жұмыс жасаған. Мынау жаңа 5 мыңнан табу үшін мен бір апта жұмыс жасаймын осы 30 мың табу үшін. Көрдіңіз ба? Осылай жұмыс жасап жатырған адамдар бар. Ал сіз бұл жерде монетаны заморозкаға қойдыңыз да, рахатыңызға тауып отырсыз.
әркімге айтып, одан да табысыңыз еселеп, жанның рахатына тауып отырсыз. Мысалы, қазір мен мынау жаңа фермаға түскен монетаны, осы монетаны аламын да, пополнить деп, егер өздеріңіздің кошелектарыңызда тура менікі сияқты пополнить деген болса, ары қарай басып фермаларыңызға лақтырып кеп жіберіңіздер. Мысалы, мен дәл қазір монетамды бекерге жатқызбай фермаға лақтыра салам, себебі ол бекерге жатпасын маған. Одан ары қарай монетамның санын көбейте берсін. Деймін да, смарт контракт ашып тастаймын. Далее деген кнопканы басамын, автомат түрде ферманың адресі қазір маған шығады, сөйтеді менің кезекті смарт контрактым ашылады. Яғни мен табысымды одан ары қарай еселеп жатырмын. Барлығы көрініп тұр. Ферманың адресі мынау, получатель мынау, қанша монета кетті, менің ID-ім қанша, мына номерім ғой, өзіме берілген. Одан кейін маған айтады, подтверждаете деп қояды. Мынаны былай қарай жылжытасыз. Сосын за каждый перевод взимается комиссия дейді. Көріп отырсыздар, комиссия ұсталынып жатыр біздің әрбір переводымыздан. Сіздің қазіргі тауып отырған PLC ультимаңыз осылай комиссияға кете берсе, ертең сізге қай жақтан қандай табыс келеді. Яғни сіз осындай беріліп жатырған мүмкіндікті пайдалану мақсатында өзіңізге міне 30-на дейін, сентябрьдің 30-на дейін бізге қалдырып отыр ғой жаңағы монетаны, ферманы, монета сыйымдылығымен көбейтіп алатын. Яғни сіз алыңызда пайдаланып, мынандай жаңағы монета сыйымдылығын пайдаланып, осылай түсіп жатырған, өзіңізге түсіп жатырған бонустарыңызды реинвест жасап, сложный процент дейді ғой, сіздің табысыңыз өзіңізге ары қарай табыс алып келетін. Уақытысында осы табыстар бізге айына $1000 әкеп отырды ғой. Мысалы, қазір $664 болып тұрса, мысалы, қазір 4000 болып тұр ғой, 40 000 болған кезде $640 болады. Ал енді ол 80 000 болған кезде $1200 болады. Көрдіңіздер ме? Яғни сіз өзіңіздің есебіңізге еге болсаңыз, жұрттың өсегіне емес. Монета түсіп кетті, жоқ болып кетті, шығарып ал деп сізді сондай дұрыс емес сигналдар арқылы, сіздің қорқынышыңызды ояту арқылы сіздің ақшаңыз слифқа кетеді. Яғни сіз сол қорқынышты қалай жеңесіз? Сіз өзіңіздің біліміңізді дамыту үшін қорқыныштарыңызды өлтіріп шығасыз ғой барлығын. Мидағы қорқыныштар кетеді. Яғни менің дәл қазір кошелектен түскен, фермаға түскен бонусымды дәл қазір получить профит деп өзімнің, міне мынау менің смарт контрактым баяғыдағы. Міне, сіз келісесіз бе, сізге жаңағы 1 жыл бойында табыс смарт контракт бойынша монетаңызды заморозкаға қойып, сізге айына осынша процентте табыс береміз деп бізге айтып тұр да, біз оны ойланып отырмыз, салайын ба, салмайын ба деп. Яғни біз үшін жұмыс жасап жатырған кезде неге сіз алып пайдаланбайсыз? Подтверждаю деген кнопканы басамыз, сөйтеміз да ары қарай осыны пайдаланамыз. Осылай өзімізге керекті смарт контрактымызды ашып аламыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, кеше бір смарт контракт ашылды маған, бүгін тағы да екінші смарт контракт. 7 числода да смарт контракт бар. 12 ертең тағы бір өтсе деген пысымылда деп. Одан кейін айдың басында ашыла, бұл телефонда солай. Мынау бүгінгі түскен смарт контракт, маған бүгін осы жақтан пайда түсті, ертең тағы түседі, оны алып тағы да жібере салам. Осылай табысымызды еселеп жатырған жайымыз бар. Сондықтан араларыңызда өзін-өзі дамытудан қашпайтын, жаңағы неше түрлі өсек айтып жан-жағынан монетаңды сат, монетаңның құны түсіп жатыр деген өсектерді естігенде саспайтын, болашағына капитал жинасам ба деп ойлап жүрген әрбір өзіміз сияқты қарапайым отандастарымызға осындай мүмкіндікті үйрете отырып, өзінің табысын еселеп алатын, мүмкіндіктердің жолын көрсетіп, өзін-өзі дамыту, өзімен өзі жұмыс жасау, навык продаж деп айтамыз, өзін-өзі сату деген өзінің білімін сату, маркетинг арқылы табыс табу дегенді білдіреді. Маркетинг туралы ақпараттар алдыңғы видеоларда міндетті түрде ашып қарасаңыздар болады. Осы канал арқылы мен қолымнан келгенше қарапайым отандастарымызға мүмкіндіктердің жолын көрсетіп жатырмыз. Сондықтан видеолар ұнап жатса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ұнамаса әрине дизлайк. Менімен хабарлассам ба, менің нөмірімді таба алмай жатырмын ғой деген әріптестерге мен өз нөмірімді қалдырып жатырмын. Дәл қазір тура осы жер тоқтатып қойыңыз да менің нөмірімді жазып алыңыз. Аудиомен тағы айтып кетейін: 8778 450 41. Бұл нөмірге басқа структураның партнерлары хабарласпаңыздар, себебі сіздердің өздеріңіздің спонсорларыңыз бар. Өз спонсорларыңызға шығыңыздар. Маған көбіне
параллельный линияның партнерлары хабарласады да, сіздер партнер болып кіргеннен кейін спонсорларыңызды сатпай, өздеріңізбен өздеріңіз жұмыс жасап, ары қарай дамыңыздар. Ал енді бізбен бірге дамығысы келетін, әлі партнер болмаған болашақ бизнес әріптестерді бізбен бірге бизнес жасауға шақырамыз. Себебі сіз қашан өзіңізге сондай шешім қабылдайсыз, сол кезден бастап өзіңіздің ақшаңыз еселенеді. Қорқып жүргендер үшін ешкім ақша төлемейді. Қорыққан жерлеріңізде қалып кетесіздер, құрметті бизнес әріптестер, болашақ бизнес әріптестер. Сондықтан қорқа қоянда батыр болыпты деп айтады ғой, сол сияқты батырлықты қолдарыңызға алатын кез келді ғой. Қалай ойлайсыздар? Егер осы сұрақтың жауабын тапсаңыздар, міндетті түрде біздің командаға қосылуға әрекет жасаңыздар.